Нью-Йорк қаласынан қайырлы күн, қайырлы түн, қайырлы кеш. Бұл жерге келіп тұрған негізгі себебім мынау. Атақты Линкольн хайвей. Осындай жолды, бірақ дәл өзі болмағанмен бұйырса ертең жол жүрейін деп тұрмыз. Жақындарымызбен ақштың осы шығыс жағалауынан батыс жағалауына автокөлікпен саяхат. Бұл Линкольн хайвей туралы кейінірек тағы айта жатармыз. Бұл жер Линкольн хайвейдің осы шығыс жағалаудағы басты жері, басты болып есептеледі. ақш-та Нью-Йорк қаласындағы 42-ші батыс көшесі мен Бродвей көшесінің қиылысы. Кешегі видеодан айтқанымдай, ақш-тың шығысынан батысына қарай жол жүріп бара жатырмыз. Бүгін бірінші күн, құдай қаласа. Қазір Нью-Йорк қаласынан шығып келе жатырмыз. Бұл Нью-Йорктан шыға берістегі Джордж Вашингтон деген көпір. Негізгі бұл көпір әлемдегі осы ең күніне көп көлік өтетін көпірлердің бірі болып саналады. Қазір сол көпірге кіріп келе жатырмыз. Бұл жерде екі қабаты бар көпірдің, үстіңгі қабат және төменгі қабат. Біз үстіңгі қабатпен өтеміз. Жалпы бұл көпір негізгі ақштағы Interstate Highway деген система жүйе бар. Сол жүйедегі ең қатты қозғалысы көп шосселердің бірі, яғни хайвей деп айтылады ғой. Солардың бірі 95-ші хайвейдің Нью-Йорктан Нью-Джерси штатына қарай өтетін бөлігін екі штатты бөліп жатыр, қарастырып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай айналамыздың бәрі енді ағылшынша айтқанда semi-truck дейтін трактар, жүк көліктері көбейіп кетті. Өйткені бұл жаңағы өзім айтқандай ақш-тың жаңағы артериясының бірі 95-ші шоссеге шықтық. Бұл сол қазір Мэйн штатынан Бостон арқылы, Нью-Йорк арқылы оңтүстікке Флоридаға дейін баратын автожол. Сондықтан бұл көліктің көбейіп кеткен себебі де сол. Бұл жаңағы қаланың ішінде кішкене мынандай жүк көліктер болмаған. Міне алдымызда тұр, яғни бірінші қабат, жоғарғы қабатымен өтеміз қазір. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай. Бұл Джордж Вашингтон атындағы көпір негізі Hudson River дейді ғой. Енді ағылшынша фонетикамен айта берейік, орысша фонетикамен Гудзон. Сол Гудзон Hudson өзенінің үстімен өтеді, жаңағыдай жалғайды. Ортасы Нью-Йорк және Нью-Джерси штаттарының шекарасы. Сол жағымызда көріп тұрғандарыңыздай бұл Манхэттен аралы, яғни Нью-Йорктың Манхэттен деген ауданы. Мына жағымыз Форт Ли деген қала, Нью-Джерси штатындағы Форт Ли қаласы. Сол Форт Ли қаласына қарай өтеміз. Осы екі орта басқа штат болып есептеледі. Алдымызда қазір басқа штатқа, Нью-Джерси штатына өткеннен кейін. Міне навигатордың өзі айтып жатыр, Нью-Джерси штатына қош келдіңіз деп. Біздің екінші штатымыз, осы сапардағы бірінші штатымыз Нью-Йорк штаты болды. Оған кеше келгенбіз, Стамбул арқылы. Міне екінші штатқа көштік. Және де осылай арасында осылай қол тигенде көрсетіп отыратын болам. Яғни міне қайтадан Гудзон өзені, Хадсон және Манхэттен аралы, Нью-Йорк қаласының 5 бөлігінің бірі. Interstate 80 деген шоссемен келе жатырмыз. Бұл Нью-Йорк пен Сан-Франциско қаласын байланыстырады. Осы жерден Сан-Францискоға дейін барады осы шоссе. Бірақ осының қазіргі Нью-Джерси штатындағы бөлігі
Кристофер Коламбус хайвей деп аталады. Өйткені Кристофор Колумб ол Американы ашқан саяхаттанушы болғандықтан негізі Колумбтың атына көптеген жерлер аталған, қалалар аталған. Мысалға Огайо штатында Коламбус деген қала бар, Колумбус деп, енді орысша айтқанда, қазақша айтқанда Колумбус болады ғой. Сол Кристофер Коламбус, яғни Кристофор Колумбтың атына аталған. Яғни осы жер, осы 80-ші жолдың осы Нью-Джерси штатындағы бөлігі Кристофер Коламбус хайвей, екінші аты. Бұлар сөйтіп ат бере береді. Бір көше осылай аталса да, соның бір бөлігі басқа бір адамның атына аталуы мүмкін. Қазір Петерсон қаласының жанымен өтіп баратырмыз. Бұл Петерсон қаласында көптеген, яғни иммигранттардың ұрпақтары, иммигранттар тұрады ғой негізі. Петерсонда мысалға түрік комьюнитилері бар осы. Менің білуімше, осы жерде көп шоғырланған. Яғни Нью-Йоркқа жақын, Нью-Джерси штаты, осындай Нью-Йорктың айналасындағы, осы Нью-Йорк қаласының агломерациясына кіретін жерлер ғой, осының барлығы айналасы. Қазір Нью-Джерси штатынан ана беттен осы бетке Пенсильвания штатына келдік. Мына жер Делавэр өзені. Делавэр өзені өте маңызды өзендердің бірі ақштағы. Ол Нью-Йорк штатынан басталады. East Branch Delaware River деген West Branch екеуі қосылып Делавэр өзенін құрайды. Осылай ағып өтіп, Филадельфия арқылы өтіп Делавэр бұғазына құяды. Делавэр өзені өте маңызды өзен болып есептеледі бұл жерде. Делавэр өзенінен мысалға Нью-Йорк қаласы су алады. Бірақ бұның негізгі маңыздылығы бұда емес. Осыдан 250 жыл бұрын ақш өзінің тәуелсіздігін жариялаған кезде 4 шілдеде осы жақында болады ғой. Содан кейін ол кезде ақш Британиямен соғыс жүргізіп жатқан болатын өзінің тәуелсіздігі үшін. Сол кезде 1776 жылдың желтоқсан айының соңында осы ақштың негізін қалаушы отец основатель дейді, әкелерінің бірі Джордж Вашингтон өзінің әскерімен осы мына Делавэр өзенін, мұз қатып жатқан Делавэр өзенін Пенсильваниядан Нью-Джерсиге қарай өзінің әскерімен өтіп, Трентон қаласының маңында британдықтардың әскерін жеңген. Және бұл оқиға өте маңызды ауысатын жаңағыдай нүкте болып келген. ақштың жаңағыдай Ұлыбританияны жеңуіне түпкілікті 1780 жылға Париж келісімінің қол қойылуы. Дәл осы жерде тұрмыз. Мына жерде жазылған Вашингтон Делавэр өзенін осы 1776 жылдың Крисмас, орысша айтқанда Рождество дейді, қарсаңында Трентон қасындағы шайқаста дәл осы жерден осылай өтіп, ары қарай британдықтарды ары қарай қуған және Трентонның маңында оларды жеңген. Бұл ескерткіш 1895 жылы тұрғызылған деп тұр. Және бұны тұрғызған Bucks County Historic Society, Bucks деген осы жердегі Bucks графтығы дейміз, ауданы дейміз бе, штаттар каунтидан тұрады. Сол Bucks County осы жерде тұрғызған 1895 жылы осы ескерткішті. Анау көпір, сол ескі көпір, Washington Crossing Bridge деп аталады. Былай жүрсе бір машина сияды, былай жүрсе бір машина сияды. Енді ескілеу, бірақ toll free. Ақысыз өтесің. Делавэр өзені. Атылан мұхитына құяды. Филадельфия, Пенсильвания. Мынау кім біледі, біреу білмейді. Рокки деген Сильвестр Сталлоне ойнаған фильмдегі Rocky Steps. Роккидің осы жерде соңғы жаңағы ұрысқа дайындалғаны, осы жерде жүгіріп шыныққан туралы
естеріңізде болса, осы жердегі Rocky Steps деп аталады. Осы Steps, осы баспалдақпен Сильвестр Сталлоне Роккидің рөлінде жүгіріп дайындалады. Сол жерге келдік. Филадельфия енді Пенсильваниядағы ақш үшін өте маңызды қала. Филадельфияда тәуелсіздік туралы декларация қабылданды. Басқа да конституция дайындалды, қателеспесем. Басқа да құжаттар. Сол енді бүгінгі таңда не болып жатқаны, бұл енді қателеспесем 16 қала бар. Әлем FIFA әлем чемпионатының. Сол 16 қаланың бірі осы Филадельфия. Күні кеше осында бір матч болды. Білмеймін, кеше Нью-Йоркқа келіп жатқанда телевизордан көрсеткен. Кот д'Ивуармен бір ойнады. Және burada туристер. Мысалы музей, мұражай. Мысалы Роккидің фильміндегі осы жерге келіп шыныққандағы осындай көрініс болады. Сол Рокки. Бұл жерде Томас Шонберг 1980 жылы жасаған. Қазақ халқының ұлы тұлғасы Мұхтар Мұқанұлы Мағауин атамыздың басына келдік. Осы жерде жерленген екен, құран бағыштадық. Бұл Роквилл қаласы, Мэриленд штаты, Вашингтон, ақштың астанасы Вашингтонға жақын жерде осы бір зиратта жерленген екен. Біз Вашингтондамыз. Вашингтон қаласы. Вашингтон мемориалы. Мына жер Tidal Basin деп аталады. Tidal Basin parking lot. Вашингтон мемориалы. Анау тұрған ақ үй. Кеше 14 күні Дональд Трамптың туған күнінде бұл жерде UFC
турнирі өткен, соған ана жерге арка тұр, анау сол жерде Ақ үйдің алдында сондай құрылыс жасаған уақытша. Мынау Линкольн мемориалы мына жерде тұрған. Ал мынау болса, анау болса Капитолий алыстағы. Ал мынау Джордж Вашингтон мемориалы. Капитолий, Конгресс сол жерде тұрады. Шында да негізі ақш президенті айтып жүр ғой, егер қызық болса, қарайтын адамдар болса, мысалға Вашингтонда қауіпсіз қала еттім, мен келгеннен кейін қылмыс азайды деп. Білмеймін енді оның қатысы бар ма жоқ па, бірақ негізі мен өзім 2018 жылы осы жерге келгенде мына жер кішкене көгалдары нашарлау сондай болған жаздың күні. Қазір шында да біраз ретке келіп қалыпты. Көгал дұрысталып, барлығы жақсарып. Кішкене солай. Капитолийдан биік Вашингтон қаласында ғимарат тұрғызуға болмайды, жоқ та. Ол ақштың өзінің осындай заңы, осы Колумбия округінің Капитолийдан биік ғимарат бұл жерде салынбайды. Сондықтан өзінің бір архитектуралық өрнектері бар. Ақ үйге де жақындап қалдық мынау. Кеше мына жерде жарыс болған, UFC. Сол жарыстың 14 күні орнын жинап жатыр енді. Қараңыз. Ақ үйдің алдындағы көгал. Ары қарай жүрсек, ары қарай жүрген кезде анау тұрған жерден оңға бұрылсақ, Ақ үйдің солтүстік қабатына, солтүстік бағытына шығамыз, солтүстік жағынан қарағанда. Ал мынау оңтүстік жағы. Біз қазір Ақ үйдің батысымен келе жатырмыз. Мына жақ шығыс, мына жақ батыс, мына жақ солтүстік, арт жақ оңтүстік. Сол айналасында қаншама ұйымдастыруға кеткен жұмыстар. Мынау міне Ақ үйдің жұмысшылары ғой деймін. Өткізу рұқсаттама пропуск, бюро пропусков дейді орысша. Рұқсаттама бюросында тұр, кіріп жатыр. Мынау Дуайт Эйзенхауэр Executive Office Building дейді. Енді ақштың жаңағы президент әкімшілігінің, яғни отыратын жұмысшылардың отыратын жері, кіретін жер болып тұр ғой. Ақ үй. Hey man, y'all the first people give me money today, man. Thank you. Thank you. Let me guess. That's Argentina. Argentina. Ecuador. Thank you, my man. Thank you so very much. Everybody over there, Ecuador. All that's Ecuador too. Okay. Boy, y'all, man. I'm Morocco right there. Morocco. That's right though. I'm Kazakhstan. Ар жағы, бер жағынан мына жерден болрум салып жатыр. Шығыс қанатынан Ақ үйдің сол тұста. Музейлер, ағаштардың ар жағы Ақ үй. Вашингтон монументі.